Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомда сабақта қалай бастауға болады, сол туралы айтатын боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді білдіруді ұмытпаңыздар. Оқушылар классқа келмес бұрын сабақтың тақырыбын немесе тараудың тақырыбын ашатын сөздерді тақтаға жазып қоятын боламын. Сол сөздерге байланысты оқушыларға сұрақтар қоямын. Сұрақтардың жауабын оқушылар тақтадағы сөздердің бірінен тауып, оны өшіріп отырады. Мысалы, Space Station, what kind of film is it деп сұрасақ, оқушы бұл фильмнің science fiction фильм екенін тауып, science fiction деген сөзді өшіреді. Ең соңында оқушылармен бірге сабақтың тақырыбын немесе тараудың тақырыбын табатын сөзді табатын боламыз. Ол сөзді ең соңына қалдырған кезде оқушылар сол сөзді оқып, сабақтың тақырыбы немесе тараудың тақырыбы сол екендігін біліп, өздері анықтайды. Осы ойын арқылы оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыруға болады, олардың ойлау қабілетін дамытуға болады және сөйлеу дағдыларын күшейтуге болады. Бұл ойын оқушыларға өте қатты ұнайды, мүмкін жай ойын болып көрінуі мүмкін, дегенмен де осы ойын арқылы оқушылардың сабаққа деген белсенділігін күшейтуге болады. Баршаңызға осы ойынды байқап көруге кеңес беремін. Оқушыларыңызға да ұнайтын болады деп ойлаймын. Келесі кездескенше баршаңызға сау саламатта болыңыз деп айтқым келеді.